Сандыбаттың 7 саяхаты. Ертеде Багдад шаһарында Сандыбат деген жігіт болыпты. Өзі кедей екен. Кез келген ауыр жүкті аз ғана тиын тебенге болса да тасып беріп күнелтеді екен. Аспан айналып жерге түскендей ыстық күннің бірінде ауыр жүк алып келе жатқан Сандыбат пара-пара терлейді. Бір жағынан аптап, әбден титықтатып келе жатады. Есігінің алдында су сеуіп тастаған бір саудагердің үйінің тұсынан өтіп бара жатып, дуалға таяу ұзын сәкеге көзі түседі. Су себілген маңның ауасы да аздап салқын болған соң, демалайын деп жүгін әлгі сәкінің үстіне қояды. Қақпа жақтан соққан баяу самалдан хош иіс аңқып, осының өзінен рахат тапқан Хамбал сәкінің шетінде отырып, үй жақтан келген сырнай сыбызғының әсем әуез, татымды тақпақтардың мән мазмұнына ұйып қалған, сан тілде сайраған парсы бұлбұлы, орман көгершіндері, қара торғайлары, тотылардың үні қосылғанда Хамбал дүниенің бәрін ұмытып мүлгіп отырды. Ойда жоқта жан рахатына тап болған Хамбалдың қуанышы кеудесіне сыймай дарбазаның алдына келіп қараса, тамаша бау-бақша, ерсілі-қарсылы жүрген құлдар, малайлар, дәйекші қызметшілер не мүлкіне қарағанда тек сұлтан мен патшаға ғана лайық көрінді. Танауына тамаша тағамдар мен әрқилы шараптардың иісі келді. Хамбал сорлы шыдамай көкке қарап, уа жаратқан жалғыз, мейірімің түскенде аямай беретінін айқын. Жасаған ием, мына жалған дүниеде істеген күнәм болса өзің кешір. Күн сайын тәубамды қайталап жүрем. Сенің құдіретің, әміріңе, ұлылығыңа қарсы келер жер бетінде пенде бар ма? Не істеймін десең де, ырық өзіңде, жер мен көктің тұтасы қолыңда. Тәуба, тәуба, тәңірім. Жоқтан бар, бардан жоқ жасау өз құдіретіңде. Кімді бай, кімді кедей етем десең де еркіңде. Құдіретіңе тәнтімін, әділдігіңе ақау жоқ. Өзің жаратқан құлдарыңның ішінде мейірім шапағатыңа бөленгеннің бірі осы үйдің иесі. Неткен молшылық, дәмді тағам, тәтті шараптардың рахатына батып отыр. Өзің жаратқанда жан-жануарлардың тағдыр талайын кесіп пішкенде біреу байлық барлығымен бақытты, енді біреуі мына мен сияқты сорлы. Тірсегі қағысып, жалғанда жарымай жүр. Де келіп мына бәйітті айтты. Бақытсыздар жетерлік қой, мендей азап көрмеген. Ағаштарды көлеңкелеп, жанға дамыл бермеген. Дел сал болып қалғандаймын, әбден шаршап сілесіп. Ғажап болды бұл бір жағдай, мойып босап бірелеп. Бақыттылар қайдан білсін бақытсыздың жай күйін. Бір күнімді берсе шіркін, шыдай алмас ей қиын. Рахатпен ғұмыр кешіп өтуге олар жаралған. Қуаныштың құшағында ішіп жеуге баланған. Әлемдегі бар адамның бір тамшыдан өрілген, бір-бірінен артығы жоқ, тең күш қуат берілген. Дегенменен айырмамыз әр қашанда бар біздің. Шарап пенен сірке судай бөлінеді жан біздің. Әзіл қалжың ретінде айтпақ емен мен саған. Сен даналық өкілісің, бәрі осының жөн саған. Маржандай тізген өлең жолдары біткен соң бір күрсініп алып, Сандыбат Хамбал жүгін алып, енді көтеріле бергенде қақпаның арғы жағынан әсем киінген, иман жүзді, сымбатты да келіскен бір жас жігіт шыға келді. Хамбалдың білегінен ұстай алып, ішке жүр, менің қожайыныммен сөйлес, сені шақырып жатыр. Бұған еріп барудан бас тартайын десе де, дәті бармады. Жүгін қақпалында тұрған кісіге тапсырды да жігітке еріп жүре берді. Кірген үйінен қонақ жайлылық бірден байқалды. Кең мәслихат жайда қаз қатар отырған игі жақсылар, белгілі беделді адамдар,
азаттық алған абырой иелері, жұпар иісі аңқыған гүл атаулының неше түрі, дастархан толы дәмді тағам, жеміс мейуалар, әрқилы шарап шәрбаттар, самсаған музыкалық аспаптар, жүзік көзінен өткендей канизақтар қолмен қойылғандай, бәрі өз орындарында. Бәрі көңілді, жарқын, жайдары, емін-еркін. Төрде сақалына күміс қылау ене бастаған, инабатты, келбеті де келіскен, көп құрметке бөленген зиялы қауымның әруағын асырып, ажарын келтіріп, аузына қаратып бір кісі отыр. Алғашында Сандыбат абыржып қалды. Ішінен: «Уаллахи, мынау үй жәннаттың бір бұрышы екен. Бұл үйдің иесі не сұлтан, не патшаның өзі», деп бір қойды. Сосын бойын тежеп, әдептілік танытып, отырғандардың бәріне тағзым етіп, береке бірлік тілеп, қол қусырып, басын төмен салып, сұлқ тұрды. Сандыбат Хамбал бісміллә деп жұртпен бірге тамаққа кірісті. Қарны тойып көрмеген бейшара кеңірдек дегенше соғып алып: «Алла тағалам, мұныңа да шүкір», деп қолын жуып, отырғандардың бәріне рахмет айтты. Сол кезде үй иесі: «Қош келдің, жігітім. Сәтті күн табалдырықтан аттап отырсың. Атың кім? Кәсібің не?» «Мәртебелі тақсыр, атым Сандыбат Хамбал. Бұйырған тиын тебенге жұрттың жүгін жаяу тасимын. Кәсіптің түрі осы». Үйдің иесі сәл езу тартып: «Хамбал, бұл қызық екен. Менімен аттас болып шықтың. Менің атым Сандыбат саяхатшы. Сені шақыртқан себебім, жаңа қақпа сыртында отырғанда тамаша бәйт айттың. Соны қайтадан тыңдағым келіп тұр». Хамбал қысылып қалды. Сәлден соң: «Құдай үшін айыпқа бұйырмаңыз. Ауыр жұмыстан шаршап шалдығып, күнделікті қорегін әрең тауып жүрген адам әдептен құралақандай болады екен. Қысылатын дәнеңесі жоқ. Жігітім, өзің менімен аттас бауыр болып отырсың. Әлгі айтқан бәйттің маған қатты ұнады. Соны қайталасаң болды», деді үй иесі пейіл танытып. Хамбал үй иесінің өтінішін орындады. Ұнағаны рас екен, көңілі көтеріліп мәз боп қалды. «Хамбал, есіңде болсын, мен басымнан ғаламат оқиғалар кешкен адамын. Бәрін өзіңе баяндайын. Көріп отырсың, осыншама байлық бақытқа жеткенше талай шырғалаң шытырмандардан өттім. Мынау салтанатты сарай, осы отырған орын маған оңай түскен жоқ. Бұған талай еңбек тері төгіліп, қилы-қилы қысылтаяң, қауіп қатерден өткеннен кейін қол жетіп отырмын. Өмірімде 7 мәрте саяхатқа шықтым. Соның әр сапарында адам баласы түсінде көрмейтін таңғажайыптарға тап болып, ақыл жетпес апаттардан аман қалып жүрдім. Соның бәрі тағдырдың талқысы. О баста пешенеңе не жазылса, соны бастан кешпей өтпейді екенсің». Құрметті оқырман, келесі шығарылым Сандыбаттың бірінші саяхаты. Желкенді кемеге отырып, ашық теңізде кездестірген қызықты оқиғалары, алып балық пен суда жүзетін аттарды кездестіргені туралы баяндайтын боламын. Каналыма тіркеліп, Сандыбаттың 7 саяхатын бірге тамашалауға шақырамын.